Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзі 5 минутта дайын болатын салатты жасап көрсететін боламын. Қажет заттарымыздың бәрін жуып дайындап аламыз. Одан соң бірінші салат жапырағын осылай турап аламыз. Енді қиярды турап аламыз. Мен осындай қылып жіңішке етіп турап алдым. Егер де жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттер шығатын болады. Осы жаз мезгілінде барлық көкөністер толық пісетін болғандықтан, осындай салаттарды көбірек істеп жеуге кеңес беремін. Қызанақты да дәл осылай турап аламыз. Осы салатқа піскен жұмыртқа қоссаңыздар, дәмі ерекше болып шығады. Мен осылай пісіріп 2 жұмыртқа қостым. Жұмыртқаны да осылай турап аламыз. Соусын дайындап аламыз. Майонезге тұз бен чеснокты майдалап турап қосамыз. Осылай жақсылап араластырып, салатымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Неке осылай араластырып алдым. Салатымыз дайын болды. Өзі аз уақыт ішінде дайын болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.